Сәлеметсіңдер ме, құрметті 2-ші сынып оқушылары. Математика пәні 125-ші сабақ. Заттардың орналасуы. Мен заттар мен фигуралардың орналасуын анықтап үйренемін. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ненің қайда орналасқанын айт дейді. Балалар, ендеше бұл бізге қиындық туғызбайды. Біз ненің суретін көріп тұрмыз? Аю. Аю А3-те орналасқан. Қыз нешеде орналасқан? В1-де. Осы сияқты қайық Б4-те орналасқан. Солай дәптерімізге өзіміз орындап жазып алайық. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Бағбан әртүрлі гүлзардың жеке қоршамақ болды. Оған ұзындығы қандай қоршау дайындау керек? Ендеше балалар, алдымызда көріп тұрған суреттегі тіктөртбұрыш және шаршы пісіндес гүлзарды қоршамақ болды. Яғни біз оның периметрін табуымыз керек. Периметрін табу үшін не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. Ендеше бірінші аны 5-ке 3-ті қосамыз, қанша болады? 8, 8-ге 2-ні көбейтеміз, 16 метр периметрі. Екінші бұны қарайық, 4-ке 3-ті қосамыз, 7, 7-ге 2-ні көбейтеміз, 14 метр периметрі. Үшінші В тіктөртбұрышты қараймыз, 7 мен 2-ні қосамыз, 9, 9-ға 2-ні көбейтеміз, 18 метр периметрі. Г-ні қарайық, балалар, Г-де не берілген? Дұрыс айтасыңдар, шаршының периметрін табу үшін 5-ке 4-ті көбейтсек болады. 5-ке 4-ті көбейтсек қанша болады балалар? 20 метр болады. Ендеше балалар, өзіміз дәптерімізге бағбан әл гүлзарға жеке қоршамақ болды. Оның ұзындығы қандай қоршау дайындау қажет дейді. Яғни осы тіктөртбұрыштар мен шаршының периметрін тауып жазып алайық. Үшінші тапсырма балалар. Өте жеңіл. Қараймыз. Өрнек құрастырып, олардың мәнін тап дейді. Яғни 3-ке 57-ні қосамыз, 60. 7-ге 57-ні қосамыз, 64, 41-ге 57-ні қосамыз, 98, 8-ге 57-ні қосамыз, 65, 9-ға 57-ні қосамыз, 66, 32-ге 57-ні қосамыз, 89, 24-ге 57-ні қосамыз, қанша болады? 83-ке тең болады. Ендеше балалар, өрнек құрастырып, олардың мәнін өзіміз жазып алайық. 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықта, оларды оқы, өрнектердің мәнін тап. 16 қосылған, 12 бөлінген 2. Бірінші қай амал орындалады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 12 мен 2-нің бөліндісі нешеге тең болады? 6-ға тең. 16-ға 6-ны қосатын болса, қаншаға тең? 22-ге. Жарайсыңдар. 20 азайту 7 көбейтілген 2. Бірінші қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар. 7 мен 2-нің көбейтіндісі 14-ке тең. 20 мен 14-тің айырмасы 6-ға тең болады екен. Келесі өрнекті оқимыз. 30 азайту 25 жақша ішінде көбейтілген 2. Бірінші қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар. Жақшаның іші орындалады. 30-дан 25-ті азайтсақ, 5, 5-ке 2-ні көбейтсек 10 болады. Жарайсыңдар балалар. Ары қарай өрнектерді оқиық. 4 көбейтілген 16 азайтылған 12. Бірінші жақшаның іші орындалады, яғни 16 мен 12-нің айырмасы 4-ке тең. 4-ке 4-ті көбейтсек 16-ға тең. Жарайсыңдар. 14 қосылған 6 жақша ішінде бөлінген 2. Бірінші 14 пен 6-ны қосып аламыз. Қаншаға тең? 20. 20-ның 2-нің бөліндісі 10-ға тең. Жарайсыңдар балалар. 20 қосылған 5 көбейтілген 2. Бірінші 5 пен 2-ні көбейтеміз 10. 20-ға 10-ды қоссақ 30-ға тең. Балалар, өрнектің мәнін барлығымыз бірге отырып таптық. Енді дәптерімізге жазып ала қояйық. 5-ші тапсырма үй жұмысы ретінде беремін балалар. Яғни тиімді тәсілмен есепте дейді. Кәне бірге отырып оқиықшы. 45 қосылған 38 қосылған 5 қосылған 2. Қай сандарды бір-біріне қоссақ балалар тиімді болады? Дұрыс айтасыңдар. 45-ке 5-ті қоссақ қанша болады? Дұрыс, 50. 38-ге 2-ні қоссақ 40. Ал 50-ге 40-ті қосу бізге
жеңіл, иә балалар, 90 шығады. Келесін оқиық. 6 қосылған 27 қосылған 14 қосылған 3. Қай сандарды қоссақ бізге тиімді болады? 0 мен аяқталатын сан болады балалар. Дұрыс айтасыңдар. 6-ға 14-ті қоссақ қанша болады? 20, 27-ге 3-ті қоссақ 30. 20-ға 30-ды қосу қанша болады? Дұрыс айтасыңдар. 50 болады. Бізге тиімді. 12 қосылған 19 қосылған 8 қосылған 1. Қай сандарды қоссақ болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 12-ге 8-ді қоссақ 20, 19-ға 1-ді қоссақ 20. Ендеше бізге есепті тиімді шығару үшін 20-ға 20-ны қоссақ 40 болады. Ары қарай есепті өзіміз үйде жалғастырып шығарып келеміз. Балалар, өзіміздің жұмыстарымызды, бүгін шығарған есептерімізді бағдаршамның түстері арқылы бағалайық. Егер нашар жұмыс істедім десеңіздер, қызыл түсін, орташа жұмыс істедім десеңіздер, сары түсін, өте жақсы жұмыс істедім дегендеріңіз жасыл түспен белгілеп қойыңдар. Жарайсыңдар балалар, мен сендерге риза болдым, сабақта өте жақсы қатысып отырдыңдар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңдар.